Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып жіберіңіздер. Бүгінгі видеомда көк шайдың ағзамызға тигізетін пайдаларын айтып өтемін. Көк шайдың денсаулыққа пайдасын жапондықтар мен қытайлықтар бірнеше жыл бұрын білген. Жұпар иісі сусын ағзамызға, сымбатымызға қаншалықты пайдалы. Мықты антиоксидант. Құрамындағы мықты антиоксиданттар онкологиялық аурулардың алдын алады. Артық салмақтан арылтады. Көк шайды жиі ішіп тұрсаңыз, ағзаның ас қорыту қызметі жақсарады. Сондай-ақ іштегі майды кетіретін қасиеті тағы бар. Құрамында ақуыз мол болғандықтан өте тойымды сусын саналады. Көк шайда катехиндер деп аталатын табиғи зат бар. Ол зат алмасу процесін тездетіп, тәбетті төмендетеді. Голландиядағы университет зерттеушілері 11 жыл бойы жүргізілген зерттеудің нәтижесінде катехиннің салмақты азайтатынын да анықтады. Катехиндер кофеинмен бірлескенде әсер жақсы болмақ. Ал басқа зерттеулер көк шай құрамындағы катехиндер майдың жалпы көлемі мен қарындағы майдың мөлшерін азайтатынын көрсетті. Көк шай майды кетіріп, дене жаттығуларына қосымша көмектеседі. Өмірді ұзартады. Жүрек тамыр ауруларының алдын алғыңыз келсе, көк шай ішіңіз. Сонымен қатар ол бүйректі сыртқы факторлардың әсерінен қорғайды. Холестерин деңгейін төмендетеді. Көк шай ағзадағы жаман холестеринді азайтып, жақсысын арттырады. Зерттеу нәтижесіне сүйенетін болсақ, күнде көк шай ішетін адамдардың ағзасындағы холестерин құрамы әлдеқайда аз болады. Теріге күтім жасайды. Көк шай теріні жақсы ылғалдандырып, жаңартады. Құрамында катехин мол болғандықтан терінің ескіруіне жол бермейді. Ал полифенолдары теріні созылғыш етіп, ультрафиолет сәулелерінен қорғайды. Тіске күтім жасайды. Тісіңіз жиі ауыратын болса, көк шайды жиірек ішуіңіз керек. Ол қызыл иектің ісінуін басып, тістің бұзылуына жол бермейді. Сондай-ақ кариестің алдын алады. Есте сақтау қабілетті жақсартады. Көк шай есте сақтау қабілетін жақсартып, зеректікті арттырады. Ол құрамындағы полифенол мен катехиннің арқасында болатын нәтиже. Себебі олар ми жасушаларының бұзылуына әсер ететін бос радикалдарға төтеп бере алатын мықты антиоксиданттар болып келеді. Шайдың микробқа қарсы әсері де бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты болады. Көк шайдағы танин жараларды емдеуге көмектеседі, бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады. Көк шайды қаншалықты жиі ішуге болады? Көк шайдың ағзаға пайдасы мен зияны өнімнің сапасына, қайнату әдісімен қолдану жиілігіне байланысты. Сондықтан сусынды ішкеннен әсер алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет. Жаңа және жоғары сапалы өнімді сатып алыңыз. Шай жапырақтарын 60-90 градусқа дейін қыздырылған таза сумен дайындау керек. Шайды аш қарынға және кешке ішпеңіз. Көк шайды алкогольмен біріктірмеңіз. Дәріні көк шаймен ішуге болмайды. Тым қою немесе ыстық қылып ішпеңіз. Шайдың зиянды тұстары да бар. Көк шай қалыпты нормада пайдалану кезінде ғана пайдалы болады. Ол есіңізде болсын. Сусынның қоздырушы әсері бар екенін естен шығармаңыз. Және ол жүрек қан тамырлары аурулары кезінде зиян болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын жоғарылатып, жүрек ырғағын өлшеп тұру керек. Және сондай-ақ көк шайды шамадан тыс ішу сүйек тығыздығының төмендеуіне және сүйектердің тез сынуына әкеп соғады. Сатып аларда, дүкенге барғанда көк шайға баса назар аударыңыз. Алайда пакетке оралғаны емес, кәдімгі түйіршіктелген шайды алыңыз. Сапалы көк шайдың арзан болмайтынын да ұмытпаңыз. Сондай-ақ, бірнеше кесе көк шай сізді дереу арықтатып жібереді деп ойламаңыз. Бұл жаттығу жұмыстарымен дұрыс тамақтануға үстеме ғана.